Арста жарылыстан кейін. Саламатсыздар ма, халқым? Иә, сол қаралы күні 24-ші июнь күні мен күндіз менде жұмыста болғам. Жұмыста жүрген кезде атылды взрыв. Сол кезде, сол жерде жатқан, реанимациядағы жатқан больнойларды далаға шығарамын деп, ана операционный әйелді шығарамын деп, қасында медсестра болды 2 қабат. Екеуміз соны шығардық. Одан ана кішкентай ребенок болды, соны шығардық. Менің бүткіл өмірім сояқта өтіп кетті, жұрттың бәрі үйінен документті алып қашып жатқан кезде. Мен үйіме уже барлық взрывтың бәрі атылып келе жатқан кезде үйге жетемін дегенше аяқ қолым бәрі тырысып, зорға дегенде жеттім. Менің де үйде 100-ге жақындаған шешем бар. Өзім күйеуім жоқ менің мысалға үйде. Сенетін ешкімім жоқ, кішкентай жас балдарым болды. Жүгіріп зорға дегенде үйге келдім. Мен келген кезде уже үйдің бәрі қирап жатқан. Дереу анамды үйден зорға дегенде коляскаға алып шықтық та, мен ол кезде көшеде вообще ешкім болған жоқ. Жаяу коляскаға отырғызып алып стадионға қарай қаша бердік. Артымыздан снарядтар түсіп, жанымызға түсіп, алдымызға түсіп, біресе былай қашамыз, біресе былай қашамыз, сөйтіп жаттық. Қайта қарапайым халыққа рахмет. Ешқандай бастықты көрген жоқпын, машинамен тасып жүрген. Біз шыққан кезде, біз стадионға барып қашып жеткен кезде арыста адам қалмаған. Машина да қалмаған, адам да қалмаған. Менің алдымда коляска, 2 қолымда 2 кішкентай балам, сонымен далбасалап зорға дегенде итеріп келе жатқан кезінде милициялар әйтеуір машинасына мінгізіп алып кетті дағым. Скорый кеп, жаңа шешемді алып кетті. Содан қайта құдайына қараған бір орыстың машинасында біз сағат 3-4-ке дейін 41-де жасырынып тұрдық соның машинасында. Басымыздан күн өткен кезде шешем шыдамас еді мынандай даладағы. Неге? Ешқандай ешкімнен көмек көрген жоқпын. Енді келгелі бері далада жатырмыз. Кеше қаладан ішке қарай әкеп тастаған кезде үйді көріп тұрсыздар, мінекей мынандай дымым қалмай, бір документім қалған емес, бір ақшамды алған емес. Басымның аман қалғанына қуанып кете бергенбіз біз. Кегелі бері мен мысалға қалай жағдайыңыз, мына жерде өтіп жатыр көшеден. Депутат сымақтар беттері жалпиып бетіме қарап-қарап. Оданша сөз жардымыңды айтсайшы, беретінің жоқ. Ана қарапайым халық тістеп, түртінектеп қолындағыларын беріп жатыр ғой. Сол осындай жерге ең болмаса ұстағанның қолында, тістегеннің аузында кетпей, осындай қиналған жерге жетсе екен. Тағы да 160 баланы шіреніп отыр. Лагерге жібердік деп. Кімнің баласын жіберіп атсыңдар? Қай әкімнің баласын жіберіп атсыңдар? Менің бала шок, қызымда шок, менде шок. Ең болмаса бір қайғымды ортақтасып, баласын алып, ең болмаса демалдыра берейік деп алып кетпейсіңдер ма? Күннің астында кешке дейін жаттық қой, үш жерде қайсың, не көмек көрсеттіңдер? Ең болмаса Құдайдың